Талдықорған қаласының қалалық поликлиникасының мамандарына, медицинский мамандарына мен рахметімді айтқым келеді. Себебі 2020 жылы ковид басталған кезде мен Алматыда жатқам. Алматыда ковидпен қатты ауырып, БСМП-де жатып, сондай қайғырып, соны жатып, аман есен қалдым. Одан кейінгі лечениені қыздарым қолына алып едім. Содан кейін өзім осына поликлиника келіп, учетта тұрмын, 25-ші участок. Осы жерде келіп едім, қаншама медицина несі бар, врачтар, медиктер бәрі де дұрыс қарап, соның әрқайсысы өзі бағыт беріп, дәрілерін беріп, дневной стационарға жатқызып, массажы, арқама массаж, қолыма массаж, мына бәріне қанша массаж керек, қанша жүрегіме қаншама, соның бәрін капельницаларын салып, көңілдерін жақсы бөліп жатқандығына мен риза болдым. Ризамын, конечно, әрине ризамын, себебі бұл поликлиникаға келіп жүріп қаншама медиктердің шашыраған адамгершілік бағытта жұмыс жасап жатқандарын мен көзім жетті. Сондықтан да мен айтайын дегенім жақсы бір сөз. Сенбей жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуелде ішіне қолық сақтап, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылыңмен еңбегін екі жақтап деп Абай айтқандай, бәрі де ақылды, білімді, білікті медиктер. Сондықтан да айтайын дегенім, сіздерге көп рахмет, қаладағы осы қала поликлиниканың медициналық врачтарына, медсестраларына бәріне рахметімді айтқым келеді. Көп сөз айтқым келеді. Сондай мықты азаматтар істеп жүр. Мен ризамын. Жетісу облысында тұрғанмен мен 59 жылдан бастап осы қаланың тұрғынымын. Оқыдым осы жерде, білім алдым, осы жерден өстім, өндім. Өзім Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің құрметті профессоры, педагогика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырған профессор, және балам армияда қаза болған баланың анасымын. Сіздерге көп рахмет. Келе жатқан мейрамдарыңыз құтты болсын. Құрметті талдықорғандықтар, Талдықорған қаласының поликлиникасының медиктері, басымды иемін. Көп рахмет сіздерге. Басымды иемін.